Пайғамбарың кім деп сұрайды. Халықтың санасын ашу керек. Халықтың ілім деңгейін көтеру керек. Оны көтеретін мына сіздер. Сіздердің отбасыларыңызды аралап шықпайды ғой ұстаздар. Муфти отбасыларыңызға кірмейді ғой сіздер. Сіздер тәрбиелейсіз. А сіздер сабаққа келмесеңіздер, кім тәрбиелейді оларды? Осы отырған қайсымыздың қазір жұбайларымыз үйде отыр. Тамағын істеп қашан келеді деп, дәріске кетті деп. Сен барып тамағыңды әкел деп, тамағын ішіп жатып қалсаң, сен барған нәрсені түсіндір. Жаңағы не дейді? Ретімен дәріс қой үйге. Біз бүгін дәріс өттік сабырлық туралы. Бір нәрсенің ақиқатты ашып білудің маңыздылығын өттік біз. Оқып бер, жазғаныңды, тыңдағаныңды айтып бер сен. Содан келемізде біз не істейміз? Шағымданамыз. Айылым бүйтпейді. Не істеп жатсың сен? Тәрбиеледің бе? Ибрахим алейхиссалам Хаджар анамызды бір жылдың ішінде қандай деңгейге көтерді? Алды, Ибрахимді туды, балды да сахараға апарып тастады. Сонда Хаджар анамыз не деді? Ибрахим саған осылай істе деп Құдай бұйырды ма деді? Иә деді. Онда Құдай қалдырмайды деді. Қаны қайсымыздың үйіміздегі жарымыз, Құдай қосқан жарымыз, ақыреттегі Алла нәсіп етсе серігіміз бізге осылай деп айтады. Сенің жүргенің анау дейді. Мешітке барып құлағыңа не қыстырып уағыз тыңдап дейді. Сосын келеді жаңағы, уағыз тыңдаймын, ұнатпайды мені деп. Қалай ұнатады ол сені? Сен оған Құдайды таныту керексің, оқыту керексің. Жаның ашу керек оған сенің. Сол үшін уастаусун ниса хайран дейді. Әйелдеріңе жақсы қараңдар. Қияркум ли ниса дейді. Сендердің ең жақсыларың әйелдеріңе жақсы болғандарың дейді. Адамның ақиқат, біздің бір шейхіміз айтатын, кім адамның шын келбетін дейді, оның қасындағы жарынан сұра дейді, білгіңге. Ешқашан досынан сұрама дейді. Менің кім келіп, кім екенімді білгіңіз келсе, менің досымнан, емекеңнен сұрамаңыз, менің барып жанынан саңыз сізге айтып бер. Ол сабағын беріп келеді де ұйықтайды ол. Табағын ішеді, сосын кетеді, түнгі сағат 12-де келеді, таңертең кетеді, ана уағыздарын интернеттен көреміз дейді, жанында жатып дейді. Субханалла. Біздің айтатын сылтауымыз бар, майшамның жарығы түбіне түспейді деп. Сондықтан адам біз оларға көңіл бөлу керек, тәрбиелеу керек. Өйткені ол ел тәрбиелейді, ғалым тәрбиелейді, батыр тәрбиелейді. Не сен өзіңе уағызың тыңдап аласың, ұстаздармен отырасың, ол бүйтпейтін, үйіңе барасың, жатасың, рақат, өзіңше тақуасың, түнде тұрасың, намазыңды оқисың, ана бишара жүреді, не заряд жоқ жүрегінде. Сен өзің айта алмайсың ба? Алла ертіп кел. Сен мені тыңдағың келмей ме? Нәпсің жібермей ме? Жүр, мен сені ертіп барайын, ұстасында. Мен саған айттым, бірақ ақыретте менен сұрама. Міне мен саған дәріске әкелем дедім ғой. Алып келем, әкеп тастайым. Бірақ ақыретте мені маған ақыретте сіздер сұраласыздар, ол аманат. Әйел ол аманат үшін жаратты Құдай тағала. Ол жаңағы сен қызметің үшін жаратқан жоқ Құдай. Сондықтан білген дәрісті жеткізу керек, айту керек. Абу Ханифаның иншалла бұған берген жауабы үлкен, иншалла келесі сабақта осы жауабын имам Абу Ханифаның білеміз. Субханакаллахумма бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля ант ва настағфирука ва натубу илейк.